Тәуелсіздік барша адамзаттың маңдайына біткен бақыт деп есептеймін. Себебі әр мемлекет өзінің тәуелсіздігі үшін күреседі және оны сақтап қалу үшін еңбек етеді. Жалпы тәуелсіздік құрдасы ретінде 30 жылдық тарихы бар қазақ деген елмен, туымен, елтаңбасымен, жүректегі сайраған әнұранымен мақтаныш тұтамыз. Жалпы еліміздің дамып өркендеуі өзіміздің қолымызда. Ол үшін барша жастар, барша қазақстандықтар аянбай еңбек етіп, тер төгуі қажет. Тәуелсіздікті алу, тәуелсіздік жолындағы күрес қанша ауыр болса да, оның ұстап тұру, оны болашақ ұрпаққа жеткізу соншалықты ауыр еңбекті және күш-жігерді талап етеді деген ойдамын. Құрметті Жамбыл облысының тұрғындары және жастар, сіздерді тәуелсіздіктің 30 жылдық мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.